Саламатсыздарбы, мен Айкеновтан, Жарысқан Әбдірашев атындағы номер 68 мектеп лицейінің 10 сынып оқушысы. Бүгінгі ұлы өнер тапқышқа алғашқы қадам инновация идеялардың республикалық байқауы бойынша су көлік саласындағы техникалық құрастыру бағыты бойынша Водоход Арал 2023 атты жобаны ұсынуға отырмын. Жобаның негізгі идеясы Водоход Арал 2023 бұл су мен құрлықтың байланыстырып отыратын құрылғы. Өйткені Қазақстанда көптеген адамдар суға батып кетіп жатыр. Сондықтан да біздің құрылғымыз тиімді құрылғы болып тұр. Бұл құрылғыда тереңдікті анықтайтын датчик бар. Суға түскен кезде тереңдікті анықтайды және де желдеткіш бірге қосылады. Ал бұл кран. Кран суға батқан кезде өзінің салмағымен бірдей объектілерді жоғарға қарай тез арада шығарады. Бұл звук датчигі мен дыбыс датчигі мен камера датчигі. Бұл біздің құрылғымызға жер бетіне құрылғыларына тез арада дыбыс береді. Звук датчигі адамдар тапқан кезде дыбыс береді, ал камера датчигі сол адамдарды көреді. Мысалы, бұл камерада біздің құрылғымызда іске асады. Қашықтықта жасай отырып біз құрылғымызды жүргізе аламыз. Мысалы, былай. Бұл біздің кранымызды объектілерді алған кезде жүргізе аламыз. Ашып және жауып жүргізе аламыз. Ал бұл желдеткіш жаңа ғана айттым. Бұл желдеткішті суға түскен кезде тереңдікпен бірге қосылады. Қорытындылай айтқанда, біздің Қазақстанымызда көптеген адамдар батады. Сондықтан да біздің құрылғымыз іске асады. Осы құрылғыны болашақта іске асырамыз деген ойдамын.